Ал сәлем достар, сіздің Нұрдәулет әлеуметтік каналындасыздар. Және де бүгін біз 24 сағат бойы ауылда боламыз. Ауылды көрсеткен әлет, ауыл. Бұл біздің папамыздың ауылы. Бұл ауыл Сөйтебе деп аталады. Бұл Түркістан қаласынан ары кетсе 10 километр жерде орналасқан. Ал біздің туысқанымыздың үйі, ол жерде біз 24 сағат бойы боламыз. Сосын осы жақта балаларға шөп береміз, көшіп тірліктер бәрін істейді болып. Және де далада қонамыз ба? Давай достар, далада қонамыз. Ал онда кеттік онда. Анақта не жанып жүр? Оқта бір өнеркәсіп қой. Өнеркәсіп. Достар, сіздерге 24 сағат бойы ауылдағы өмірді көрсететін боламыз достар. Бізбен бірге отырып сезініңіздер. Ал онда кеттік. Біздің ауылдың иті достар. Мәссаған. Прикинь, әділет, осы итшен ары кетсе жарты жыл бұрын көргенде бір кішкентай күшік болып жүрген тұғын. Уже дәу болып кетіпті ғой. Ашта екінші парасы аппақ екен бұл. Әдемі, бұның аты, по-моему, Шарик, по-моему. Мынау Тузик па сондай. Ал кеттік. Ана жақта қарасаңыздар достар, шөптер, мына жақта жылқылар. Әлі атқа мінеміз. Адаш, атқа мінесің ба? Атқа мінемін дейді, бірақ мен мінемін. Осы көресің, ақ машиналар тұр, ескі машиналар. Деген керемет, Тузик бізді жақсы көріп қалған ғой, а Шарик біз артымыздан қалмай жүр ғой. Достар, қарасаңыздар, красавчик. Қолымды деп болған жылқын. Әдемі. Айдош, кесе кел. Кел, жылқын ұстап көрмейсің ба? Ва, молодец. Мына жылқыны қараңыздар, достар. Не деген керемет, Мәссаған, дәу. Красавчик. Айғыр болып тұр ғой түрлері. Қарасай, Айдош. Цвет әдемі екен, бежевый цветті. Красавчик. Осыға мінесің ба? Осыға жылқыға. Мынау кішкентайлар екен, осыға мінсей? Осы жылқыға мінсей? Қорқасың ба? Ештеңе үйреніп кетесің. Красавчик. Ал кеттік, оны анақта бозау отыреді, соған не салайық, тамақ. Жақта қарасаңыздар, достар, шөптер. Ал мына жақта сиыр. Тұрсыңдар. Бұзау ғына сиыр емес. Ал міне Нұрдәулеттаға ше. Мына бұзауға тамақ беріп, сауап қылайын деп отыр. Бізді все-таки мамамыз үйде қуып жүрді ғой. Тірлік секкендер бар, 24 сағатта қолдарың үйреніп кесі тірлік едіп, кетті ғой. Мә, бұзау. Түсінбей қалды. Бұны мен чухать етейін ғой деді ғой. Мәсаған. Опа, мынандай шөп керек па саған? Ал, жей. Бақаттан. Ой, молодец. Мені осы бұзаудың да сауабын алып отырық. Мәсілі шөп деген одан көп қарасаңыз, Артқа. Тірістеп қояды екен шөптерді. Кубики. Кубик құптайды екен. Достар, сосын біздің оқырмандарымыздың арасында кім ауылда тұрады, қай ауылда тұрады, соны комментке жазуды ұмытпаңыздар, Сосын лайк. Лайк, короче. Енді кеттік, басқа тірлікке кірісейік. Мына бағана төртбұрыштың қасына өттік қой. Бұл не екен десеңіздер, достар, бұл душ. Шомылатын жер жазда. Қазір әлі күн салқын. Мына ішінде бочка қояды, сондар сол арқылы шомылады. Мақта, кстати, үшінші ит шықты ғой. Айдош. Бір емес, үш ит. Біз үйде бір иттің өзін әрең асыраймыз, бұяқта үш ит қой сразу. Бетеді ондай, малдарды жібереді, осылармен бірге бұл охранять етіп жүреді. Самокат? Айдош, самокат? Сенкін деген, Ауылдағы самокат, достар. Ал айда деп. Достар, ауылдың ауасы неткен керемет, тап-таза ғой. Рахат, әндеті, Мәссаған. Кән түріктер көрсетші шам. Кән бағана бір түрік істеп отыр емі. Давай. Ох, не деген күшті түрік саған номер 1 деген баға қойым. Достар, қарасаңыз, ауылда қалай күшті болады деп ойлайсыздар. Қалай адамдар үшін мықты деп ойлайсыздар. Қарасаңыз, олардың гантельдерін. Не деген керемет. Ал, оны бізде көрейін, Оны рет бет істей аламын ба? Давай.
менің үйімде де гантель бар, бірақ темір мынандай емес, қарасаң мына ішін цементтеп, ортасына ағаш жіберіп, үйдің Додумались. күшті. Достар, машина тұрғанайық па? Өзіңіз машинаңызды яқып пихать ете бересіз. Ал достар, біз енді курицам едудайыз. Тауықтарға жемтік береміз. Мама мия. Қарасаңыз, не деген деликатес, тауықтардың деликатесі. Мына тауықтар, сіздерге көрсетіп кетейік. Тауықтарды бірінші тамақ бермей қойып отырып. Кән? Мына тауықтар бар. Ішіне кіресің ба? Көрініп тұрып. Так кеттік кірейікші. Міне қоқ деп жүр ғой. Ішіне қарай тығып қалыппыз келіп. Кән ауылдағы замок достар. Әрең аштық қаділет екенбіз. Міне қоқ абайла тағы жүгіріп шоқып салады. Міне жемтік сендерге. Сипа. Сипа. Все, далеко уходим. Я теперь быстренько уходим. Міне жайлап шықты міне. Міне жейді қазір. Ойбай, мужик қонау екен дейді. Дәу курица ғой. Ой, дәу петух бұл. Міне курицалар. Жыжық ішіне қарай кетті, ішіне кіретін жер бар екен міне. Мамың ішінде жүр. Әлі біраз бар сияқты оның ішінде. Көрейікші. Дым көрінбейді. Бұқшы тағы да енді достар. Ауайлар. Біз олардың ғана сауабын алмай, петухтардың да сауабын алдық. Короче, тауықтардың да. Аланда кеттік келесі тірліктерге кірсейік. Дөш сағаншы тағышы ауылдағы күшті актрасынан көрсетейін ба? Развлечение. Саған ұнайтынына сенімдімін. Ал дайынсың ба? Иә. 1, 2, 3. Қара! Я 100 миллион теңге үстіне отырсайым, мен сені айдаймын. Молодец, әдіс үстіңді кірі қауалма. Ал дайынсың ба? Ой, ұстап үлгердім, ойысты. Өзім оқып кетті, алғанда кеттік. 1, 2, 3. Yok işte Granatta артында. Кайф, я. Жоқ. Кайф, ой. Анақта малдар. Қан? Қойлар мал бағамыз ба? Анақта көрмей жатқан шығар. Мал бағамыз ба дейсің? Жоқ. Я. Кетті, обратно қайтайық. Давайте назад. Давай. Обратно. Yo, погода күшті ғой. Погода әдем болып тұр? Анақта поезд көрінбейтін жас. Міне тұрады машина. Так. Болды. Атырса закончен. С вас 1000 рублей. Ой, қашқайды слых. Идите сюда, куда вы, уважаемый? Идите сюда. Достар, бізде ауыл қызық болып отыр. Сіздерге барынша ше ауылдық өмірді көрсетіп отырық деп ойлаймыз. Сол үшін лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына бір ит аппақ екен, аппақ белый медведь сияқты. Қашты. Кейін тағы жаққа қарай бізден қашып кетті. Әдөштен түріңді көрді. Ё-мойно қандай деді. Қашып кетті. Опа, сені қорқам, мақал, сені қорқам. Ал достар, біз жұмыс істеп, кішкене демалайық дедік. Әлетті қарасаңыздар, осында качеле тауы болды. Ауылдың тағы бір аттракционы. Ауыл бізге қатты ұнап отыр. Качелесейік? Әдөш качеленудің орнына басқа нәрселер істеп отыр ғой, короче. Типа тимеу керек па? Ойбай. Не деген керемет, әдөш қарасаңдар да қойларды. Қойларға бар, мал бағамыз ба? Не істейсің ба қойды сосын? Асырайсың ба? Үйде. Талға байлап қойыпты естіп. Бұл же кішкентай меніңше, білесің ба? Арыстан жоқта кезінде бар тұғын осы качеля. Прикиньте, достар. Даже достар, Арыстан жоқтың кішкентай кезінде
Ой, менің Арстан-Чоктай кезімде күзет әпшенің кішкентай кезінде бар тұғындар. Прикинь, 20 жыл бойы ма сондай болу. Мен итерейін ба сені? Ал, давай кеттік. Мә, қатты. Адеш қатты қалап отыр. Мә, онда. Айналып отыр. Helikopter. Молодец, Алиш. Ал достар, біз үйге тамақ жеп алдық. Енді қарасаңыздар, мына жақта малбақ ашықтық. Кеттік Алиш, малбақ. Фарш дейді. Чу. Кеттік, ар жақтағылар жинайық кеттік, ана жақтағылар кетіп қалды. Күчік. Не айтып отырсың, Алиш? Мәссаған. Кеттік, осылар бәрі үйге тасиық. Соға үйге қайтып кірейік. Ал мен Дидар әнім мен екі інім өстіп атқа мінуге дайындап беріп отыр. Түх, мына атқа. Ана бер жылға мінейін дедік. Бірақ ол демалу керек екен. Істеп алмай ма тағы? Үйреніп қалған ғой олар. Мощный. Достар, мынаға мінетін болдым. Көндірдім осыға мінейші деп. Мына қарада әдемі, бірақ мына вообще тема екен. Осыға мінеміз ка. Әлет мінесің ба сен? Мінсейші? Қорқпа, қайта кайф қой. Ал достар, міне әдемі атқа мінетін болдым. Бүгін закат күшті. Достар, қараңыздар, міне кайф. Әлет отырсай десем отырмай жатыр. Кайф достар, атқа мінген рахат негіз. Әлетке қарай орыл. Берген әді. Берген. Кет. Ал достар, атпен біраз шаптық, короче. Мен Мұқаш ағам, Мұқағали ағам. Маған осы атқа мінгіздірді. Әлетке міндесек, пока кішкентай. Бірақ шымен ат шили дәу екен. Уже кеш болды, қазір ұқтайтын боламыз, Біраз жүре тұрайық, өз тірлік істеп, короче. Алла бағана екінім. Бір ат шили, не екен анда ше? Асау екен. Нағат дәу екен, кәдімдей. Базы жоқ. Ал достар, біз далада жатық достар. Кішкене салқын, бірақ шыдамды, жатуға болады. Анақты иттер өріп атыр. Ал біз болсақ далада жатыр, айдаушы екеуміз. Азан-қайдан соқта ұқтайтын боламыз достар. Бізге сәттілік тілеңіздер. Ай, көзіме кіріп атыр оны. Кеттік ұқтай алғанда достар. Сізде достар, осы видеоролик ұнаса, лайк және де коммент жазуды ұмытпаңыздар достар. Азан ете тұрып біз қайтамыз.